Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлфия. Осы бейнеде айран қосылып дайындалатын өте тез және дәмді печенье жасаймыз. Шыны керек өте жұмсақ болып шығады және аз уақыт кетеді. Ыдысқа жұмыртқа, кіші қасықтың ұшымен тұз, қажетті мөлшерде қант қосып, жақсылап қант ергенше араластырамыз. Содан кейін бөлме температурасындағы айран, артынан бірден сұйық майды салып, тағы да аздап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Содан кейін ұнды електен өткізіп шетінен қосасыздар. Ұнды осылай қосқаннан кейін бір кішкентай қасық қопсытқышты салып, тағы да осындай силиконды күрекшемен араластырам. Қасықпен де араластыруға болады бастапқы уақытта. Содан кейін тағы да ұнды шетінен електен өткізіп қосамын. Ұнды 2-3 бөлікке бірден қосып қамыр елесеңіздер де болады. Қамырды елеймін, яғни қамырды елеген кезде кішкене қолға жабысуы мүмкін. Ұн қоссаңыздар болады, немесе қолдарыңызға сұйық май жағып алыңыздар. Себебі қамыр өте жұмсақ болып шығады. Мен осылай қазір дастархан үстіне жақсылап елеймін қамырды. Содан кейін үстіне ыдысты қойып, бір 10 минутқа қойып қоям, яғни қамыр тыну үшін. Немесе салафанға салып қойсаңыздар да болады. Қамырды ортасынан бөлем. Аздап ұн қосып, яғни қолға жабыспау үшін қамыр, осы жарты бөлігін жақсылап елеймін. Қамырдың жарты бөлігін шетке алып қоям. Ол тынып тұра береді. Бір ыдысқа салып қойыңыздар, немесе салафанға. Мына бөлігіне ұнды аздап сеуіп, оқтаумен жаям. Қамыр қатты жұқа болып кетпесін, бейнеде көрсетілгендей, осындай кішкене орташа етіп жаясыздар. Содан кейін қантты сеуіп, қанттың үстін тағы да оқтаумен басып жіберген дұрыс, яғни жаңа қант қамырға жабысу үшін толығымен. Жақсылап осылай оқтаумен басып шығам қанттың үстін. Содан кейін менде осындай форма, бір формамен ғана дайындаймын печеньеларды. Егер сіздерде форма жоқ болса арнайы, онда стаканмен, кружкамен печеньені дайындасаңыздар болады. Немесе түрлі формалар болады, жүрек тәрізді, гүл тәрізді, яғни сол формалармен де жасауға болады. Дайын печеньелердің жаңағы артық қалған қамырды алып тастаймыз. Міне ортасындағы жаңағы кесілген формамен кесілген печенье қалғаны дұрыс. Содан кейін қамыры жұмсақ болады, қолдарыңызға аздап жабысуы мүмкін. Мән бермеңіздер, себебі қамыр өзі жұмсақ болу керек. Себебі печенье піскен кезде де аузда еріп тұрады шыны керек. Печенье бір келкі әдемі болып шығады. Міне бейнеде көрсетілгендей. Осы печеньеларды пергамент төселген арнайы пеште пісіретін формаға салам. Егер сіздерде пергамент қағазы болмаса, онда формаға сұйық май жағып, печеньені салып 180 градуста 10-15 минут пісіресіздер. Өз пештеріңізге қараңыздар, себебі пеш әртүрлі болады. Мін печенье өте жұмсақ болып шығады және дәмді. Міндетті түрде жасауға кеңес берем. Себебі қонақтарға да, балаларыңызға да ұнайды және бірден жоқ болады дастарханда. Егер осы рецепт пайдалы болса, комментарий бөлімінде бөлісуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.